Төреғали ажырасып кетіпті дегенде алғашында сенбеген едім. Өйткені 2 баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төкеңнің өзі де, әйелі Маржан да, сыйласымға жақсы жандар. Аға деп сызылып тұрады. Негізі Төкеңде құдайы көшім болғанына разы едім. Амал қанша олардың ажырасқаны рас болып шықты. Шымқала ысып кеткен соң отбасымды алып Бурабайға 1 апта демалып келіп едім. Алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дуылдата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп шешініп шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, Төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағандай қылып жар салды. Сенгім келмеген, бірақ ақиқаты сол екен. Арада 1 күн өткен соң Төкеңнің өзі келді. Алдымен Бурабай қалай екен, қалай демалдыңыздар деп хал жай сұрасқаннан кейін, жағдайды естіп жатқан шығарсыздар, солай болып қалды деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік, бірақ өз аузыңнан естіген басқа. Не болып қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой дедім. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Әйел деген қойныңда жатқан сұр жылан, байқамасаң шағып алады деп бекер айтпайды екен. Әйелім нағыз сұр жылан болып шықты, деп әңгімесін бастады Төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты, үстінен түстім, ұстап алдым. Жағдай осы. Онда әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңілісі үйленіп, тойға барып келген соң әйелім кәдімгідей өзгерді. Сіңілісінің күйеуі, яғни бажам жайлы жиі айтатын болды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер, сіңілімнің бағы бар деген сияқты әңгімені жиі көңірсітіп отыратын. Бажам Қызылорданың тумасы. Шымқаламен 2 орта алыс емес. Әйелім сіңілім айтып қалыпты, бүйтіп қалыпты деп Қызылордаға жиі баратын болды. Одан көңіліме ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп жаттық. Бажамды түрлі сылтау айтып Шымкентке жиі келгіштеді. Кейде үйге қонып апталап жатып қалады. Тірлік жасап жатқан бала ғой деп ішімнен ойлап қоям. Бажам келген кезде әйелім гүл-гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отыр, алып отыр деп ішіне түсіп кете жаздайды. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем ойлары басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын, таңертең кетіп, кешке келемін. Келсем, бажам керіліп диванда теледизар көріп жатады. Әйелім оны айналсоқтап соның жанында жүреді. Бір күні ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып болмаған соң жұмыстан сұранып, түс әлетінде үйге қайттым. 2 балам жазғы лагерьде. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп есікті тартсам жабық тұр. Әйелім бір жаққа, бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда есікті өз кілтіммен ақырын ашып үйге кіргенім сол еді. Жатын жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шыға жаздады. Тыржалаңаш әйелім халатын үстіне кие алмай әлек. Ал бажам сейсепті беліне орап төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеуі де аяқ асты мен келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерлерінен ұстап алдым. Мұндай опасыздық бола ма? Бажа емес, арамса екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың, қатынымды арбап астыңа салдың деп бетіне түкіріп, тыр жалаңаш қалпында тепкіліп үйден қуып шықтым. Салдақы, осы екен ғой сенің Қызылордаға жиі барғыштап кеткенің. Көтің әбден қышыған екен, жезөкше. Ана ержетіп қалған 2 балаңнан ұялсаң етті. Енді туғандарыңның ана сіңілің бетіңне қалай қарайсың? Деп бір ұрып құлатып, тұншықтырып өлтіргелі жатыр едім. Айқай-шуды естіген көршілер жүгіріп келіп ажыратты. Әйтпегенде ақ төсегімді арамдаған әйелімді расында өлтіріп тастайтын едім. Менде кінә жоқ. Ана бажаң мені арбап, алдап астына салған. Басымды дуалап тастады ма білмеймін. Оның айтқанына көніп, дегенін істей беретін күйге түстім. Оның ойнасы болып қалғанымды білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа. Кешір мені, Төлеш, кешір деп жылап әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім бөтен бір еркекпен жатып ұсталса, бір сәттік сезімнің құрбаны болған шығар деп кешірер медім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса, үйге келіп араласып, дәм татып тұрып, осындай опасыздық жасап отыр.
ол екеуін кешіруге бола ма? Әрине жоқ. 2 баламды әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қара бет болып. Жаным деген, адал жарым деген әйелімнің істегені мынау. 2 аяқты да бажа тату деп жатушы еді. Сөйткен бажамның жасаған анау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осы аға, деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқан жөн деп қостай бердім. Сіз не дейсіз, оқырман? Әйелдікі түсінікті, жыл сөзге арбалып түсіп қалатын шығар. Ал бажамның иттік жасағаны дұрыс